Сәлем достар, мен бүгін сіздерге оңай әрі дәмді болып шығатын баклажан салатын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Ең әуелі баклажанымызды тұзды суға салып қоямыз. Содан кейін помидорымызды жуып тазалап, әдемілеп турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Помидорымызды турап алдық. Енді осының үстіне тұз, қант, чеснок және қызыл ащы бұрышымызды саламыз. Содан кейін алма уксусынан шамалы ғана құямыз. Бір ас қасық сұйық май құямыз. Енді кинзамызды, укробымызды турап помидорымыздың үстіне салатын боламыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және оңай жасалуы. Қонақ келген кезде әп-сәтте жасап жесеңіздер болады. Көп уақыттарыңызды алмайды. Енді бағанағы суда тұрған баклажанымызды судан аламыз. Содан кейін крахмалға аунатып қуырып шығамыз. Мен осылайша баклажанымызды екі бетін аударып қуырып аламыз. Сол кезде біздің баклажандарымыз қытырлап әдемі болып піседі. Маған бұл салат өте қатты ұнайды. Күнде жасаймын деп айтсам да болады. Міне, біздің баклажандарымыз қуырылды, осындай әдемі болып, енді осыны қазір турайтын боламыз. Баклажандарымыз турап болдық. Енді баклажандарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды ысымызға саламыз. Міне, біздің салатымыз дайын. Өте дәмді және қарапайым әрі әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ, сау болыңыздар.